қазақтың қара өлеңінің қасиетін ұғынған Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы. Осы 90 жылдық мерекесіне орай бүгін біз де кітапханамызда Мұқағали мәңгілік жыр атты әдеби сағатты сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Мұқағали Мақатаев қазақ поэзиясын ең заңғар шыңға көтерген алып ақын. Әр ақын өз жырында отанын, туған өлкесінің ұлан-ғайыр тау даласын, өзен көлдерін, орман, бұлақтарын, табиғаттағы барлық жанды жансыз заттарды суреттеумен бірге өзінің сезімін, көңіл күйін ұлт рухымен бірлестіре жазады. Мұқағали Мақатаев әне сондай қазақ әдебиетінде ерекше орын алған, маңдайы жарқыраған жыр жұлдыздарының бірі. Ұлт рухының алауын лаулатқан ұлы жыршы. Мұқағали Мақатаев арыз жазып кетейін. Бүгін менің туған күнім, ой бәләй. Мұн адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бір жарықтай қойған-ай. Мұна дүние неге жатыр үндемей? Алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың үндемей. Ақынның әттең шіркін атты жырында мен бармаған қазақтың атырабы, маған кел деп мазалап шақырады, мен баспаған қазақтың топырағы, арманымдай алдымда жатырағып. Ақ шалдары қазақтың ақтаулары, маған деген жүйрігін баптау дәлі, жеңешелер өлеңін жаттау дәлі, шашуларын әжелер сақтау дәлі деген өлең шумақтарынан тұтас қазақ даласының тіршілігін көз алдына елестетеді. Мұқағали жырларынан мұндай мысалдарды молдап кездестіруге болады. Ақиық ақынның тұтас шығармасына зер сала қарасаңыз, ұзақ тарих барысында қалыптасқан ұлтымыздың салт дәстүрін, этнографиясын, діндік сенім танымдарын, халықтың тіл ерекшелігін терең зерттей білген ұлт рухының заңғар жыршысы екенін байқаймыз. Мұқағали Мақатаев сағыныштан сарғайып сарықайын, сағыныштан сарғайып сарықайын, жапырақтар шертеді сарылайын. Кернейлетіп сыңсытып жет тырналар, ұзат қалып барады сәуір айы. Үш бақытым, ең алғашқы бақытым, халқым менің, соған берем ойымның алтын менің. Ол бар болса мен бағымын, құр болмаймын, қымбатырақ алтыннан бағымын. Мұқағали Мақатаев, күрсінбеші. Тағдырыма тура келген серігім, мен бейбаққа сыйлады екен сенікім. Шар басымда шаңырағым сен тұрсың, басқалардың барлығына жерді. Мұқағали Мақатаев, пай-пай өмір. Пай-пай өмір өтесің-ау бір күні, тыясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күрпі. Мұқағали Мақатаев, ей өмір, дүниенің ағында, қарасында, мұңқ етпейсің, қабылдап аласың да. Қарасымен жоқ жаман таласуға, ей өмірім, зымырап барасың. Мұқағали Мақатаев, өкінбеймін. Өшем деп өкінбеймін, зыламаймын, зыласам да сұбат деп сұрамаймын. Қыранның құдіретін қимысыңдар, қайтейін, тағдырын бер құралайын. Тағдырын бер, тағдырын құралайын, қасан атып алған сақыламаймын. Сусындатып тұп-тұнық тау бұлаған занамда тынадай. Мұқағали Мақатаев, армандалым. Армандалым, кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Ақылыңды тыңда, тыңдама, тілегім бар бір ғана. Шығып алды арманыңның шыңына, сосын мейлі ұшып өлде сырғана. Болса қылың, біл мынаны жалғанда, жолай өрме, арманы жоқ жандарға. Армандалым, арманда, армандалым, ақтық демің қалғанда. Бүкіл өмір, бүкіл дүние бар жалған, жадыңдаста жаратылған арманнан. Өміріңнің аяғы жоқ, басы жоқ, өлген артық армансыз боп қалғаннан. Ақылымды жөндеме, армандалым, қия деме, өрдеме, шығып алда арманыңның шыңына, қиыра мейлі, күйре мейлі, деңгеле.